Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Бізде бүгін бумажный сюрприздерді ашамыз. Жоқ, оны ашпаймыз. Біз бүгін міне осындай үлкен бумажный сюрприз жасаған. Аннелек. Қараш, іші жаймен көрініп тұр. Не бар мынаның ішінде дәптеу. Бүгін осыны ғана ашамыз видеода. Сіздер лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар Аннелекке. Ал мынау біздің бумажный сюрприздың коллекциялары сіздер білесіздер. Бұл жерге новыйдан тек қана ауа райы қосылды. Оны қалай жасаған кезде біз алдыңғы видеоларда көрсеткенбіз. Ал біз қазір мына коллекцияны жабыстыратын парақты сіздерге көрсетіп жіберейік. Қыздардың нелері, каталогтары. Мұтып қала берем мен каталогтары. Мыналарға ертең жабыстырамыз, күшті қылып. Мен осылай түсіріп көмектесем, қыздар жабыстырады. Мына виза, карточка деп айтсаңыз да болады деп жазып жатыр қыздар комментарияға. Мынаны біз алдыңғы видеоларда жасап жабыстырғанбыз. Кім көрді ол? Мына бөлме күшті, менің бөлмем. Осы коллекция ұнайды маған. Не шығады екен? Мына жақтың бәрі пустой, мына жақтың бәрінен зат шығады ғой. Достар, келесі видеоларда үзбей көріп отырыңыздар сол үшін. Ал бізде бүгін міне, бұл адамның сұлбасы. Демек, мынаның ішінде осы адамға қажетті суреттер шығады. Шаш, көз, ерін, мынау деген сияқты. Не шығатынын бірге көреміз. Ал бізде аяқ ашады бумажный сюрпризді. Ой, күшті, ішінен нелер шығады екен. Ішінен қандай заттар шығады екен. Көсе деген күшті қып ашып отыр ғой. Не шықты ішінен? Ал көрсетші біртіндеу заттарын кән. Монча, бантик, кірпігі бар. қас, Кім? Не деу? Ал көрші. Қараңыздар, күшті шашы бар кен. мынандай киімі бар. Давай бәрін ана жерге қоямыз. Қазір әдемілеп жабыстырамыз сөгізде. Күшті болады. Бізге енді айтпақшы, бізге қайшы керек қыздар. Кәні қайшы алып келіңдер. Мынау деген бетіне дейін түсіп тұратын шаш қой. Осыны қазір біз қырқып. Сосын көзінің бетін ашуымыз керек қырқып. Ал достар, бізде осындай әдемі шаш шықты. Не осындай жабыстыратын наклейкасы бар артында. Ең бірінші мына қызға біз шашты жабыстырайық. Бірақ маған қыздар сен жабыстырып бер деп жатыр, мама жабыстырып бер деп. Ато олар қазір қырыққан кезде қисық әдембес бұл қырқамыз дейді. Мен де бір күшті қылып қырықпайтын шығармын. Көреміз. В общем, шашын былайынан қырқу керек қой, түрі ашылу керек. Бірінші жабыстырып алайын. Қақа қарай жабыстырамыз бұны енді. Білмеймін, дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма, үшін осылай жабыстырдым. Ойбай, нағыра күшті, мынаны былайынан жинап қоюға да болады екен. Анау невидимкілер болса. Сендерде жоқ онда, Кішкене. Жоқ қой. Бүйтіп қыстырып қоятын. Әлде достар қырықпай өстіп қойға салғанымыз дұрыс бет. Күшті қараңыздар. Әлде қырқамыз ба? Давайте қырқа салайықшы. Ол мынауға битіп тұрғандай каталогты жапқан кезде сосын қайттан қисық, мисық болып қалады. Ал бісмілламен қырқап көрейін. Дұрыс болмай атса, қазір тағы да қырқа салармыз. Кекілі пайда болды, так мияқта екеу, мынаны былайынан шамалы осында алып қырқайын. Ай, мынау қырқылып кетті. Қырқылып кетті ма? Жоқ.
Міне достар, бізде осындай кекілді қыз шықты. Ал қараңыздар, қалай шықты. Кекілін осылайынан қырқып тастадым. Қаншама шашы кетті. Нағыз жылап атқан шығар. Шаштарым менің деп. Міне, Әнүлік, нормальды ма? Өзің де осылай қырқылады кесің ғой. Мына жерге көзі, қасы кекілдің астына кетейін деп тұр ғой енді. Может, ұзындау болып кетсе, тағы да қысқартармыз қазір. Шамал қызға ұқсап келатыр. Ал енді Әнүлік көзін жабыстырайын деп жатыр. Негізі кекілі ұзын болып кетті. Шамал жоғарыға шашын жоғары жабыстыруым керек педі. Жарайды, еш нәрсе қалмайды. Әнүлік бізде көзін жабыстырайын деп жатыр. Аша алмайды. Теріс па бұлай? Бұлай жабыстырайын. Иә, осылай өтем. Қана. Так, примерно мұрны тұр. Мына жерге жабыстыр, примерно осы жерлерге. Шашын шамал жинап жүр. Нешке ма? Шамал ортаға қарай жылыштат жарсын. Шамал мына жерге қарай. Көрші осы жерді ұста. Давай жабыстыра бер. Болды, енді екінші көзін. Бір көзді болғанда жаман көрінеді екен. Так, екінші көзі кетті. Тағы да кішкене шашын жинап жіберіп. Жерге ме? Бер. Шамал адамға ұқсап келатыр. Енді ернін. Давай, енді ернін. Осындай кішкентай ернар. Кішкентай болған кезде қиын екен, е? Наклейка алу. Адамға ұқсап кетір. О, қызға ұқсады. Енді қасы мен кірпігі нәжерге етеді. Давай, енді қасы мен кірпігі бар әлі. Бірінші кірпігін жабыстырып ал. Е? Міне осындай кірпігі бар біз. Не, ұзын кірпігі бар екен. Қасы сыймай қалайын деп тұр. Шаштың астына қоя саласың. Мына кірпікті жабыстырайын. Шашын осылай жинап тастады, Әнүлік. Қазір қайттан түсе ма сосын ол шашы? Түспейді шығар. Бүйтіп ішіне қарай қайырып жасармыз енді. Қолың не? Қамырмен ойнағансың ба? Қамырмен ойнағаным. Бұны жоқ, тоқта. Мына соңғы жақтары ұзындау болса, міне мынау алдында тұрады. Значит, осы көзге жабыстыруым керек. Мына жерлері дұрыс келді ма? Мына жерлері. Шамал түсірсей, Әнүлік. Мына қолыңды алшы. Мына жаққа дұрыс келмей қалды ғой деймін. Көрінбей қалды. Мына жерге қарай. Не қиын екен, е? Аккуратно жабыстыру керек. жерге ма? Иә. Болды деймін. Көзі көтер жіберді. Ашуланып тұрған қыз сияқты болды. Мен шашымды жұлдым деп ашуланып тұрмын. Кірпігі қас сияқты. Тағы бір кірпігі қайда? Екінші кірпік қайдасын? Былай. Екінші кірпігі дайын болды. Енді қасы қалды. Мына ішіндегі көзін шамал қарамен бояу керек екен әлде, е? Достар, енді қасы қалды. Енді қасы да қараға қаттырақ бояу керек екен. Әнүлік простой қаламмен бояй салғансың ба? Иә, мен простой қаламмен бояй салған бәрін. Тек кірпігін ғана андай фломастермен салған. Шылу қиын, е? Кіттай болған кезде. Мына көзге ма, мына көзге ма? Жоқ, мына ыңғайлы ол. Әнүлік мына жақтікі ба ма ол? Соңғы жақтары үш қырлы. Дәлі сан көмектесейін. Күшті болды. Адамға ұқсап келеді кәдімгідей. Қазір киімімен бантигін моншағын аяқ ұшап келеді. Иә, моншағы бар әлі, бұның бантигі бар.
сырлатуға тым кішкентай екен. Кішкентай наклейкалар. Давай, екі қасы бірдей болды ма? Күшті болып кетір. О, қалың шашты қыз пайда болды. Мұрнын осылайынан қасы. Қалың қасы, е. Шашы осылайынан тұра берсін қайта. Қалай достар, қызға ұқсап кетір ма? Ұнады ма? Күшті болды. Енді киімі, моншағы, бантен. Аяна жабыстырады. Достар, мен бірінші кофтасын жабыстым. Бұл байтады. Я, осындай әдемі кофтасы бар. Жүрек. Жабыстырай. Ой, молодец. Кофтасы бар. Кофтасы күшті екен. Жабыспай қалды ма? Енді Бірінші моншағы. осындай әдемі моншағы бар. Енді моншағын жабыстырып жатыр Аякош. Алихан біздің қасымызда машинамен ойнап отыр. Тықырлатып. Ай, Аякош, моншағын үзіп алма. Апайла. Давай. О, күшті келді. Бұны тәте жасаған бәріне. Иә. Моншаға күшті болды. Енді болды ма? Бантигі бар екен ғой әлі. Қақа жабыстырасың бантигі Нәжірге ма? Нәжірге ма былайнан жабыстыра сал. Иә? Туф, наклейкасын ашу қиын ғой. Иә. Күшті бірақ, иә? Маникюр жасамаған. Қолына маникюр жасамасын қиын болып отыр ма? Иә. Вот. Қолына маникюр жасағанда күшті ашатын едің, е? Вайна шышты басатын ем. Иә. Жер торген, е? О, күшті ашылды. Үлкен болса, прям күшті ашылды. Ойбай, Аякош ортасын бөліп алмашы. Сен ыңғайсыз не алады кесін, қыз алады кесін. Тоқта. Шама бұлайнан жартылай. Өйстіп, күшті болды. Әне, бантигі бар басында. Адам. Осындай қыз пайда болды бізге, қыздар. Достар, қалай шықты? Бізде осындай қыз пайда болды, шашы бар. Мә, Аннелек, неге құлақ жасап, неға сырға жасамадың? Сол кезде вообще күшті болатын еді ол. Иә? Енді құлағын, сосын сырғасын, хотя бы суретін қолмен сала салу керек екен. Иә? Иә. Шашы жабық тұрады дегесін салмаған ғой негізі. Сізге ұнады ма? Иә, ұнады ма сіздерге? Аякош, өзің еще ұнады ма? Иә. Қазір мен сырғасын құлағының суретін сала салам. Иә, негізі сырғасын салып, оны наклейкамен жабыстырғанда вообще күшті болатын еді. Ничего, былайынша да күшті болды. Келесі видеоларда мына коллекцияларды ашамыз, достар. Бүгінгі Аннелектің коллекциясы, Аякош екеуінің коллекциясы сіздерге ұнады ма? Қыздардың еңбегін бағалап, лайк қойып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар. Пока-пока.